Әрбір адам өз тегіне тартады. Араб шөлінде қиында ұзақ сапар шеккен бір кісі баласына басынан кешкен оқиғаларды былай деп әңгімеледі. Бір алыс сапарға шыққан едім. Күн ұясына батып, төңірек қараңғылана бастаған кез. Алыстан көзіме көрінген үйге қарай тұра жүрдім. Үйге жақындағанымда алдымнан бір әйел шықты. Жалғыз екенімді көргенде қайран қалып, "Сіз кімсіз? Бұл жерде не іздеп жүрсіз?" деді. "Мен құдайы қонақпын" дедім. Әйелдің қабағы түйіліп үндемеді. Менімен ешқандай жұмысы болмай тамақ дайындауға кірісті. Дастарханды әзірлеп, ас ішуге кірісті. Бәрін жалап-жұқтап жеп алды. Бір кезде қолында сүт құйылған бақыры бар күйеуі келді. Мені көріп, "Бұл адам кім?" деп сұрады. Әйелі еш мән берместен, "Құдайы қонақпын дейді ғой" деп жауап берді. Әлгі кісі маған күлімсірей жақындап, "Амансыз ба? Қош келдіңіз. Келгеніңізге қуаныштымын" деп бір тостаған сүт ұсынды. "Қарныңыз аш шығар, бір нәрсе жедіңіз бе?" деп сұрады. Мен, "Иә, ашпын" дей бергенім сол еді, әйеліне ұрса жөнелді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. "Ұят емес пе? Қарныңды нығыздап тойдырасың да қонаққа бір тілім нан беру ойыңа да келмейді" деді. Әйелі, "Оған не үшін тамақ беремін? Өзімнен бір тілімде нан артық қалған жоқ" деді. Күйеуі ашуланып далаға шығып кетті. Менде мынау не істемекші екен деп артынан ақырын басып сыртқа шықтым. Сол кезде менің не көргенімді білсең ғой. Әлгі кісі менің түйемді жерге жығып сойып жатыр екен. Ішім қатты ашыды, бірақ ештеңе демедім. Таң-тамаша қалдым. Үйдің иесі өзімнің түйемнің етін өзіме сыйламақшы. Өз-өзіме, мұны да көрдік. Енді мына шөлде жаяу қалдым деп ойладым. Әлгі кісі от жағып етті пісіріп табаққа салып алдыма келді. Ішім қанжылауда еді, ешқандай зауқым жоқ. Сонда да тамаққа отырдым. Тамақтан кейін үйдің иесі, "Аллахтың атымен ант етемін, менің шатырыма келген адам ешқашан аш қалмас" деді. Бұл жағдайға не жылайтынымды, не күлерімді білмедім. "Қонақтың өз түйесін өзіне сойып берсең, әрине аш қалмас" дедім ішімнен, бірақ сабыр сақтадым. Содан кейін ол кісі шатырдан шығып кетті. Бұл қызық адамның ісіне таңқалып отырдым. Біраз уақыттан кейін мені дауыстап шақырғанын естіп сыртқа шықтым. Далада ол бір түйенің бұйдасынан ұстап тұр еді. Маған жақындап, "Мынаны ал, бұл түйені саған сойған түйенің орнына беріп отырмын" деді. Түйесі менің түйеме қарағанда қоңдылау, жақсырақ түйе еді. Ертесіне таңертең жол жүрдім. Үйдің иесі маған нан, ыстық сүт, бір бөлек піскен ет ұсынды. Жылы-жылы сөйлеп шығарып салды. Ыстық шөлде күні бойы сапар шектім. Кешке жақын алдымнан кездескен бір үйге келіп тоқтадым. Мұнда да мені бір әйел қарсы алды. Күлімсіреген, жылы жүзді әйел еді. "Сіз кімсіз?" деді. Мен, "Құдайы қонақпын" дедім. Әйел, "Қош келдіңіз, қуаныш әкелдіңіз. Құдайы қонаққа әр уақытта есігіміз ашық. Жоғары, төрге шығыңыз" деп мені ішке кіргізді. Өзі тездетіп тамақ дайындауға кірісті. Біраздан кейін дастарханға палау, қуырған тауық, құрма, бал келіп қойды. "Тамаққа келіңіз. Сізге үлкен дастархан жайылмағаным үшін ғафу етіңіз" деді. Қарным шұрылдап аш отыр едім. Тамақ жеуге кірістім. Бір-екі түйір аузыма салғаным сол еді. Әлгі әйелдің күйеуі кіріп келіп суық та зілді дауыспен, "Бұл адам кім?" деді. Әйел, "Құдайы қонақ" деді. "Құдайы қонақ біздің ғана үйімізді тауып па? Менің тамақтарым қайда? Әкел тезірек" деді отағасы. Әйелі, "Үйдегі бар тамақты қонаққа бердім" деді. "Саған тамақты қонаққа бер деп кім рұқсат етті?" деп ол зайыбына дүрсе қоя берді. Екеуінің арасында ұрыс басталды. Мен шыдай алмай күліп жібердім. Үйдің иесі маған сұсты қарап, "Неге күлесің?" деп сұрады. Мен басымнан өткен оқиғаны айтып бердім. Отағасы, "Ол айтқан әйеліңіз менің қарындасым, ал оның күйеуі әйелімнің ағасы еді" деді. Бұл кездейсоқ жағдайға таң-тамаша қалдым. Әрбір адам өз тегіне қарай тартады екен ғой деп ойладым.